Әрине, сұратылатын енді сағат көбейді, мектептер жабық жатсындар, ал мен келесі қандай, енді осы мектептен өткізген болады, ақ енді студент ақысы төлемейді. Ол да енді, болады тұрмайды, ол көбінесе мемлекет кәдіміздің оқу мектептерінде пайдаланылған әдістемелер байланысты болды. Өзінің жас министр елбасына 17 сәуір күні үкіметтің кеңейтілген мәжілісте өткенімізде біздің министрлікке үлкен тапсырма берді. Бүгін енді отырға байланысты болған айтқан кейін 2016 жылдан бастап барлық мектептерге жаппай бірінші сыныптан бастап ағылшын тілін енгізу мәселесі. Біз ол журналымызды жасадық. Өткен аптада үкіметтің мәжілісінде сол журналманы мен сол есебінің премьерінің орынбасарын алуға көрсеттім. Сөйтіп ол мақұлданды. Алған енді елбасы 16 жылға берілген біз ойламамыз, біз 2015 жылы 12 жылда бірінші көшкеннен кейін жаппай 7516 мектеп бар, біз сол 15 жылдан бастап бірінші сыныптан бастап ағылшын оқыта бастаймыз. Бірақ мүмкіншілік барса біздің мүмкіншілігіміз жоқ екен. Соған байланысты 2013-2014 жылдан бастап ол кезеңмен жол картасы деген 4 жыл ішінде іске асырылып болды. 2013-2014 жылы ол тек қана Алматы Астана қаласында және облыс орталықтарында білім алуларда. Ондай бізде 10 сырға бар. Келесі оқу жылы 14-15 жылы ол облыстық орталықтарда және кіші орта қалаларда. Ондай қалалардың саны бізде жалғыз екен. 15-16 жылы ауыл мектептерде, толық кешенді мектептерінде 16-17 жылы бұл шағын комплект мектептерде олардың саны қазір 75-16 болса, 54% бізден Қазақстанда жаңалы комплект школа дейміз, шағын комплект мектептер. Сондай төрт деңгейде біз 4 жыл оқудың ішінде бастауыш мектепте кезең-кезеңнен ағылшын тіліне көшеміз. Енді бұны да қаражаттары ескерілді, республикалық бюджеттер біз бюджет сұраныс беріп отырмыз. Оқу бағдарламалар жасайтын автор топтарға анықталды. Енді қазір ұстаздар шығарып мәселе болып жатыр. Қазір мынау орта және жоғары сыныптарда қызмет жасап жатқан педагогикалық қызметкерлерімізді қайта даярлау жүйесі бастауыш мектептің әдістемесіне еркінде педагогикалық стандарт сол жүйеге дайындаймыз. Әрине сөйлеген заңымызға қорқып. Енді осынша үлкен журнал дайындалып, осы ағылшын тілі қазақ тілінің ұшағын ұшпаймайды. Мемлекеттік тілде біздер 15 жылдары бағдарламаға қабылдап жүреді. Өз арабыз айтты, бұл 3-ші бағдарлама деді. Бірақ енді аса нәтижесі көріп отырған жоқ. Сол ағылшын тілде осы қазақ тілінің пайдалануға деген мәселеге енді кәдімше біз дайындалған журналымызда осы қазақ тілінде ескерілген көп осы кемшіліктерді ескерген болдық. Жалпы бұл сөздің соңына келген мынау білім беру жүйесінің негізгі міндеті жастардың бойында тілге деген сұраныс туғызу керек. Қазір заңымыз қабыл болады, осы біздің алдыдағы ең бағдарламамыз сондай тілге сұраныс жастарымыз бойында туғызылмады ма? Меніңше аса туғызылған жоқ. Қазір бұл жастарына қабылданған үшінші бағдарламамыз орындалуда сондай сұраныс туғызбай ма? Бұл да меніңше үлкен сұрақ. Себебі қажеттілік болмайды, сұраныс болмайды. Жалпы осы біздің балабақшадан бастап жастар геология дамытады, үкіметтік қауымында бағынбайды. Мына балабақшадан бастап ағылшын тілін үйренем деген, бұл баланың ішінде деген. Жасырын адамның бойында 100-дан шифрлеген бар. Екінші, мына адамның бойында 9 мен 12 жасының арасында бастаса, әгер жағалардың немістердің үш кластың өз тілінде үйрететін себебі болсын. Мына бірінші кластан бастап үйретем деп отырған мәселе ол қара. Рахмет. Рахмет. Микрофон өзі салыңыз. Құрметті әріптестер, алтын жазылып қойған әлі шағым бар, сол сіздерге сөз берейін. Мынау үшті ұлы тіл деген біз шығардық. Үшті ұлы тіл.
үштігіміздің қалай жаңа туған балаға жаңағы әлі оң қолы қайсы соң қолы қайсы біз соны аңғарамайтын балаға бірден үштік емес дұрыс. Осы мәселені шығарған кезде Қызылордада телевизиядан сөйлепті, біз сіздер балабақшаны түгелдей біз үштігімізді түрдедік. Бұл ал жеткізмейді. Сонда бұл қалай бұл жалпы педагогтардың заңы қажет. Мен мәселен осы жерде орыстың ғалымдарымен де ақтастым. Бұл өте ұят мәселе. Мәселен Жапонияда бала 12-ге келгенге дейін тек қана өзінің ана тілінде тәрбиеленеді. Кімнің қалың ғылым академиясы. Осы үлкен мақала жазды. Жапондардың өмір туралы мектептерінде тәрбие жүрді. Міне, онда Жапондарға 12-ге дейін бала міндетті түрде өзінің ана тілін бойына сіңіру керек. Сонда ғана ол өз ұлтының патриот болып шығады. Ал енді өйткені ол бала біріншіден тек өзінің анасының бойына сіңіру керек, ана апасының бойына сіңіру керек. Ал бірден үш тілді бойына кетіп тұрғанымызда оның қайсысы мемлекеттік былайша үшеуі дейді. Мұны орыс тілін мемлекеттік тілін жасау идеясынан туған бұл өте қылмысқа бармыз. Сондықтан бұл үштіғылды түрге біз түгелдей қарсымыз. Бұны соның билік басында адамдардың да, соның қасында жүрген адамдар да менің бұл пікірге қосылады.